Мен сіздерге қай зат пайдалы, қай зат зиянды екенін өзім түсінгенім жеткізгім келіп тұр. Бұл жерде Envoy компанияның продукциясы жайлы айтқым келіп тұр бұл жерде. Ал енді күнделікті пайдаланатын ыдыс жуатын ыдысты біз қандай средствомен пайдаланамыз? Ал енді мен салқын су құйып аламын. Күнделікті кемі әр семьяда 3 рет посуда жуылады. Мына салқын су. Салқын сумен біз қазір мына посуда кірлеген су деп посуда деп аламыз. Тамақ жеп пайдаланған посуда. Пістемаймен, в общем, посуданы ластап аламыз. Міне пістемай. Ал енді біреуіне Envoy компанияның средствосы, бұл уже сумен дайындалған готовый средство, негізі концентрат болады. Біреуіне Envoy компанияның средствоны қоямыз. Міне өзі құяды и тоқтайды. Екіншісіне обычный рынокта сатылымда тұрған продукциялардың бірі. Байқап тұрған болсаңыздар, мына Envoy компанияның средствосы уже судың бетіне шықты, майды судың бетіне қарай көтеріп дайындап берді. Мына шаямыз. Мына шайған кезде қарасаңыздар, уже Envoy компанияның средствосымен посуда тап-таза болды. Бір шайған кезде. А мынау уже көздеріңізге көріп тұр. Енді негізі Envoy компанияның средстволары барлығы концентрат болады. Диждропс дегені одна капля деген мағынаны береді. Мынарада бикес форма деген знак тұр. Бұл өсімдіктен алынған деген мағынаны береді. Ішінде 1 литр мынандай пустой флакон келеді. Пустой флаконға мына уровеньға дейін 1/4-тің астына дейін кәдімгі обычный үйдегі судан құйып аламыз. 1/4-ні ортада сызыққа мына средстводан құйып аламыз. Сол кезде мынаның ішінде, мына ыдыстың ішінде осыған 14 рет дайындалуға ішінде концентраты бар. Яғни есептейміз, средний мощный средство рыноктағы 700 теңге 1000 теңгеден болатын болса, оны 14-ті көбейтсеңіз, бағасы қанша теңге? Мынаның бағасы 5000 теңге, например. Сол кезде сіз қанша теңге ұтасыз. Ал енді бұл средствоның экологический тазалығынан, даже отходына, гүлге, в общем, огородқа, любой жерге құюға болады. И салқын суда шайлады. Специальный өзінің губкасы бар. Керекті норманы губкаға өзі мына флаконда специальный крышкасы бар. Мына өзі құйып, керегіні құйғаннан кейін өзі тоқтайды. И сонымен посудаңызды қажеттілігіне пайдаланып посудаңыздың бәріне жуып алуыңызға болады.